Осы күні сау қайыршылар қаптап кетті. Дәйекке тола қатындардың хаты. Аяқ қолың сау ма? Сау. Шатырымның төбесін жабамай өтірем, соған елден ақша сұрап жинап бер дейді. Күйеуім о вақтаға жұмысқа кетіп еді, аш отырмыз, маған қазір елден ақша жинап бер дейді. Памперс керек еді, соған ақша сұрап бер дейді елден. Енді қиналып отырсаң өзің видео түсір. Менің 5 гектар бетіме елден ақша жинап бермейді ғой. Сен шық елдің алдына. Маған ақша керек, балаларым аш отыр, памперс керек деп шық десең жоқ дейді. Шықпа, сен шықпайым дейді, ұялам дейді. Сен сұрап бер дейді. Қойсаң да қатындар ұят қой. Сап-сау адамның қайыр сұрайым деп соған ниеттеніп отқанның өзі жақсы емес. Мейлі қиындық көріп отқан адам бар ғой, баршылық. Қол аяғың сау ғой, болды ғой. Басқа не әңгіме керек? Қол аяғың сау, тырбаңда. Мен соңғы кезде түсінбейтін бір жайттар бар. Ащы да болса айтайын. Мақұл, қатындар мен төмен жақта комментарийде қырылса қырылармыз. Бірақ ана жерден бір бала туып, ана жерден бір бала туып, ана жерден бір бала туып, әкімшіліктің алдына барып жал жасайтын әйелдер мынадан қаптады. Жоқ, мен әкімге жақты емеспін. Оларды қолдап, қолпаштап, қорғап тұтқан жоқпын. Бірақ енді сен ойлансайшы. Ұят қой. Кім үшін тудың? Не үшін тудың? Әкім саған бәріне, әкімшіліктің адамдар бәріне әке мен көке шәше бола ма? Жұлып жейін деп тұр. Бетін тырнап алайын деп тұр. Мынандай бізге жағдай жасалған заман енді болып жатыр ғой. Рас, біз ойбайлағаннан берді ақшаны. АСП басқаны біз ойбайлағаннан, ана балалар қырылғаннан берді. Ол рас. Бірақ енді қатты тегі өзің жүрісің анау болып тұрып барып тегі сол жақтың барын қырып жойып тамақ алам. Соларды қырып жойып квартира алам. Еңбектенбей әшейін соларды қырып жойып күнімді көрем деген бар ғой, қатындар. Жақсы болмайсыңдар. Бұйдың бала шағасы да, қонағы да, жайы да, басқасы да жаңыз әйелге керек қой. Бұл емес, бәрі видео сондай. Әйелге ғана керек, мұнаң жылағаны. Қонақ шақырайын деп жатыр. Бопты дейді, қонақ шақырайын. Шай берші дейді ортасында еркек кеп. Шай тамақ берші, бұш дейді. Асасын үлгермесең, жаңыз өзің жүріп бірік. 5 қонақтың басын қосып, күте алмайсың, үлгере алмайсың, қандай қатынсың дейді. Арасында мынандай сиренадалар бар кеп тұратын. Бұған да қарап отқан еркек жоқ. Жаңағы мотивация бергіштер, жаңағы психологтар дейді. Еркектерді бір тәрбиелеп алыңдаршы құрсын. Біз байқұс әйтеуір бәрін көріп жатырмыз ғой, мақұл. Еркектерге бір өз атыңа өзің ие бол деген бір сабақ өткізіңдерші. Қатыстырайық. Шыққаннан менің анауым қайда, мынауым қайда, анауым қаяқта тұр, мынауым қаяқта тұр ғой. Үйге қонақпен бірге келеді, қонақпен бірге отырады. Қонақ сияқты. Тамақ берейін деп отырып арасында. Қонақпен бірге шығып кететіндігін қайтесің еще?